Сәлем достар, бүгінгі мастер-классымызда осындай квадратты оқып үйренетін боламыз. Ромашкамен, гүлмен. Мынаның ішіне ақ, мына жағын сары қылсаңыздар, ромашка болып шығады. Әртүрлі түспен өздеріңіздің қалауларыңызша жасай бересіздер. Мендегі түс ол мынау екі түс, бежевый және де мынандай молочный түс. Қалып кеткен жіптерді қолдансаңыздар болады. Бізге екі түрлі жіп, 2,5 номерлік крючок және де қайшы қажет. Ал мастер-классымызды бастайық. Ол үшін біз жіпті алып, кольцо амигуруми жасаймыз. Жіпті мына 3 саусаққа қойып, мына жақтан крючокты кіргіземіз де, бұлай мынау ұзын жіпті тартып аламыз. И бір воздушная петля жасаймыз. Міне, бір воздушная петля жасалды. Енді мынау домалақ кольцомызға 8 столбик без накида жасап шығуымыз қажет. 1, 2, мына жіпті ыңғайлы болу үшін тартып алдым. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Міне 8-ін жасадық. Енді мынау сабақтаған жібімізді былайынан тартамыз. Сонда бұл кольцо основамыз кішірейеді. Енді мына қатардың басымен мына қатардың соңын қосамыз. Ол үшін бірінші жасаған столбик без накидаға мына екеуін соединительный петля жасаймыз. Міне. Енді бір воздушная петля, 2 воздушная петля, 3 воздушная петля жасадық. Бұл бізде бір столбик с накидом болып саналады. Енді осы жасап шыққан 8 столбик без накидаға 8-ді 16 болады. 8-ді 2-ге көбейтсеңіз. Әрқайсына 2 столбик с накидымнан тоқып шығамыз. Міне мына бірінші жаңағы столбикке тағы да бір столбик с накидом жасаймыз. Міне, мынау 3 воздушная петля бізде бір столбик с накидымды болып есептеледі, алмастырады. Келесіне тағы да 2 столбик с накидым. Прибавка жасап шығамыз барлығына. 1 и 2. Көрдіңіздер ғой? Енді мына келесіне 1 и 2 осы столбикке. 1 и 2. Бізде 16 болу керек. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Енді мына 1, 2, 3-ші воздушная петляға крючогымызды салып, соединительный столбик жасаймыз. Соединительный петля. Міне жасадық. Тағы да 3 воздушная петля. 1, 2, 3 воздушная петля. Енді біз мынау 3 столбик с накидом жасаймыз. Мынау жапырақтарын көрдіңіздер ғой? Ол үшін 3 столбик с накидом, 2 воздушная петля и 3 столбик с накидом. Бізде 3 воздушный петля тұр ғой, ол бізде бір столбик без накида болып есептеледі. Енді осы жерге қайтадан бір столбик без накида тоқимыз.
екеу, и тағы да біреуін. Бізде 3 столбик без накида болу керек, және де бір воздушная петля. Мына тоқып шыққандарымыздың барлығына 3 столбик с накидымнан тоқып шығамыз. Через одну петлю бір петля қалдырып кетеміз. Мына жерге бір воздушная петля жасадық, мына бір петляны қалдырамыз. Ол менде мынау тұр, көрінбей тұр. Енді мынаған бір столбик без накида, 2 столбик без накида и 3 столбик без накида, бір воздушная петля. Мына бір петлян қалдырып, мынаған 3 столбик жасаймыз. 1, 2, 3 и бір воздушная петля. Қайтадан бір петля қалдырып, келесіне 3 столбик с накидом. 1, 2, 3, бір воздушная петля. Міне, бізде мына лепестіктер пайда болып жатыр. Қатардың соңына дейін өздеріңіз тоқып шығыңыздар, қатардың соңында кездесеміз. Достар, міне қатардың соңына келдім. Бізде мына бір петля қалу керек. Қатардың соңы бір воздушный петлямен аяқталу керек. Енді 1, 2, 3-сіне соединение жасаймыз. Ол үшін міне осылай соединение жасап, мына жіптің басын тартып қоя тұрамыз. Енді біз келесі мынау фоновый түсімізді қосамыз. Ақ түс, ол менде ақ түс, бежевый, молочный. Міне. Оған да жаңағы сияқты бір майда воздушный петля жасап аламыз. Міне. Енді осыны мынау основамызға кіргіземіз. Мына шығып тұрған жіптің оң жағына кіргізу керек. Мынау лепестоктарын былай арт қарата тұрсаңыздар болады, сіздерге удобны болу үшін. Мынау тұрған воздушный петлямызға былай мына жіпті тартып аламыз, кіргізіп. И 7 воздушная петля жасап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 воздушный петля жасадық. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді мына қалдырып кеткен бір столбигімізге бір столбик с накидом жасаймыз. Міне бір столбик с накидом и 4 воздушная петля. 1, 2, 3, 4. Міне енді келесі мына қалдырып кеткен бір воздушный петлямызға тоже бір столбик с накидом тоқимыз. Бір столбик с накидом, 4 воздушная петля, 2, 3, 4 и мынаған столбик с накидом. Барлығына осылай жасап шығамыз. Бір столбик, 2, 3, 4 воздушная петля деген моша тасып кеттім. 4 воздушная петля, қайтадан мынау келесі қалдырған жерімізге столбик с накидом тоқимыз. И 4 воздушная петля. 1, 2, 3, 4 и мында қайтадан столбик с накидом. 1, 2, 3, 4 столбик с накидом. Воздушная петля. И мында столбик с накидом. Қатардың соңы бізде әрқашанда воздушная петлямен аяқталу қажет. 1, 2, 3, 4. Не. Енді мынау 1, 2, 3-сіне соединение жасаймыз. Соединение жасап, мына жіпті былай созып қоямыз. Енді лепестоктарымызды жалғастырамыз. Мені көрдіңіздер ме? Фоновый цвет
уже образовался. Жіптер осылайша тасуы мүмкін. Бұл ештеңе етпейді. Енді мына лепестокты жалғастырамыз. Мына бежевый түсті жіптің сол жағынан тартып аламыз оны. Лепестоктың жібін. Міне. Бұлай воздушный петля жасаймыз. Көрініп тұрған сіздерге мынаны арасында өткізу керек. Міне 1, 2, 3 воздушный петля. Мына жіпті ала салайын мен, мешается тут. Артына өткізіп тастайым былай. Енді 3 воздушный петля. Енді мынаған прибавка жасаймыз. Бізде астында 3 столбик с накидом еді ғой. Енді біз 4 столбик с накидом жасап шығамыз. 4 столбик с накидом 1. Мына ортаңғысына 2 столбик жасаймыз. 1 столбик. 2 столбик. Міне. И мына үшіншісіне тағы 1 столбик жасаймыз. Міне 3, мынада 4 болды. Енді 2 воздушный петля. Мына ақ жіпті былай артқа итере тұрыңыздар. Мына қоңырдың үстіне жасаймыз. Енді келесінде де солай 1 воздушный столбик с накидом. Келесінде прибавка. 1 и қайтадан осы жерге столбик с накидом. Міне 3 болды. Енді мына жерге 4-шісін жасаймыз. 4, 2 воздушная петля. Қайтадан прибавка жасаймыз келесіне. 1 столбик с накидом. Міне 1 столбик с накидом. Ортасына екіншісіне 2 столбик с накидом жасаймыз, прибавка жасап. 2 и келесіне 1 столбик с накидом. 3, 2 воздушная петля. Қатардың соңына дейін өздеріңіз самостоятельно тоқып шығыңыздар. Соңында кездесеміз. Міне қатардың соңына келдік. Қатардың соңы бізде әрдайым воздушный петлямен бітеді. Міне 4 столбик жасадым. Енді 2 воздушная петля. Мына қатардың басымен соединительный петля жасап, қатарды аяқтаймыз. Мына 1, 2, 3, үшіншісіне қосып соединительный петля жасаймыз. Енді жіпті тартып қоямыз да фоновый цветті жалғастырамыз. Фоновый цветті мына жіптің оң жағынан тартып аламыз. Жіптің оң жағынан тартып аламыз да мына қоңыр осыны былай тоқып шығамыз. 1, 2, 3 воздушный петля. Енді мынаған біреуге прибавка жасаймыз. 1 столбик с накидом. Бұл бізде прибавка болады. Мына жерде біреу болса, қалғандарына 2 болып шығады. 2 столбик с накидом болып есептеледі. Енді 5 воздушный петля. 1, 2, 3, 4, 5 воздушный петля. Енді мына лепесточектарды бұлай артқарата тұрсаңыздар болады. Сіздерге удобно болу үшін мынаған 1 столбик с накидом. И 2 столбик с накидом. Барлығына 2 столбик с накидом тоқып шығамыз. И 5 воздушная петля. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушная петля, 2 столбик с накидом, 5 воздушная петля, 2 столбик с накидом. Қатардың соңына дейін өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Міне. Мұнда 2 столбик с накидом. Бір, 2, 3, 4, 5 воздушная петля, 2 столбик с накидом, 5 воздушная петля, 2 столбик с накидом. Қатардың соңы 5 воздушная петлямен аяқталуы қажет. Қатардың соңына кездесеміз. Қатардың соңына келдім. 5 воздушная петлямен аяқтаймын. 2, 3, 4, 5. Енді мынау 3-ші воздушная петляға 1, 2, 3-шісіне соединение жасаймыз.
соединение. Мына жіпті тартып қоямыз, ол бізге пока қажет емес. Мынау лепесточектардың жібін аламыз. Тағы да прибавка жасап шығамыз. Міне. 3 столбик с накидом, 3 воздушная петля. 1, 2, 3. Келесіне прибавка. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Мынаған обычный столбик с накидом жасаймыз. 1 и 2. Міне. 2 воздушная петля. Көріңіздер ғой. Прибавка жасалды. 5 болды. Енді келесіне тоже 5 столбик с накидом жасаймыз. 1 столбик с накидом. Келесіне прибавка. 1 столбикке 2 столбик с накидом тоқимыз. Міне 3 болды. Келесіне прибавкасыз бір-біреуден тоқимыз. Міне. 2 воздушная петля. Жаңағыдай жалғастырамыз. Біріншісіне кәдімгі 1 столбик с накидом. Келесіне прибавка. Міне. 3 келесілеріне бір-біреуден тоқып шығыңыздар. 1, 2. 2 воздушная петля. Қатардың соңына дейін осылай прибавка жасап шығыңыздар. Мен 3-еуін көрсеттім. Міне мынаған 1 столбик с накидом, мынау екіншісіне 2 столбик с накидом тоқимыз 1 столбикке. Мынаған 1. Қалғандарына солай жасап шығыңыздар. Ал достар, мен қатардың соңына келдім. 2 воздушный петлямен аяқталды қатар. Енді соединение жасаймыз. Мына 3-ші столбикке соединительный петля жасаймыз. Міне. Ол бітті. Енді мына фоновый жібімізді алып, мынаған қайтадан прибавка жасап шығамыз. Мына жіпті тартып аламыз бері. 3 воздушная петля. 1, 2, 3 воздушная петля. Келесіне прибавка. 1 и 2. Міне прибавка жасалды. Енді 5 воздушная петля. 2, 3, 4, 5 воздушная петля. Қайтадан мұнда прибавка. 2 столбикті 3 столбик қыламыз с накидом. 1 и келесіне 2 столбик с накидом тоқимыз. Дәл осылай қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Міне қайтадан 5 воздушная петля. 1, 2, 3, 4, 5. И осында 3 столбик с накидом. 1, келесіне 2. Бес воздушная петля. 2, 3, 4, 5. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығасыздар. 3 столбик с накидом, 5 воздушная петля. 3 столбик с накидом, 5 воздушная петля. Достар, мен қатардың соңына дейін тоқып шығып, соединение жасадым. Енді біз бұл жібімізді артқа қоймаймыз, ешқайда қоймаймыз. Осы қатарды жалғастырып, келесі қатарға өтеміз.
Ол үшін бір воздушная петля жасаймыз. Қайтадан осы жерге столбик с накидом жасаймыз. Бір столбик с накидом. Міне, біріншісіне бір столбик накидом жасадық. Екіншісіне ештеңе жасамаймыз. Мына екіншісіне ештеңе жасамаймыз, ал үшіншісіне 5 столбик с накидом тоқимыз. Міне. 1 2 3 4 и 5. Міне 5 столбик с накидом тоқыдық. Енді бізде біреуі қалды, оны қалдырып кетеміз. Ең соңғы петляға кәдімгі столбик без накида жасаймыз. Міне. Осымен біздің гүліміз гүл шығады осындай. Енді 2 воздушная петля. 2 воздушная петля. Мынау бірінші столбик с накидом үстіне просто столбик без накида жасаймыз. Мына екіншісін қалдырып кетеміз. Мынау үшінші петляға 5 столбик с накидом тоқимыз. Міне. 1 столбик с накидом, 2 3 4 и 5. Міне 5 столбик с накидом жасадық. Мына біреусін қалдырып кетеміз, келесісін. Одан кейінгісіне кәдімгі столбик без накида тоқимыз. Міне. Бізде уже гүл пайда болып бастады. 2 воздушная петля. Біріншісіне обычный столбик без накида тоқимыз. Біреуін қалдырып кетіп, мына үшінші тұрған столбикке 5 столбик с накидом тоқимыз. 1 2 3 4 5. Түсінікті болып жатыр ғой, иә? Мынау ең соңғысын қалдырмай, то есть предпоследнейін қалдырамыз да, келесіне столбик без накида тоқимыз. Міне, 2 воздушная петля. Осылай қатар біткенше тоқып шығасыздар. Түсінікті ғой? Мынаны мынаған 1 столбик без накида тоқимыз, келесін қалдырып кетемізде, үшіншісіне 5 столбик с накидом тоқимыз, төртіншісін қалдырып кетеміз, бесіншісіне кәдімгі столбик без накида, одан кейін 2 воздушная петля, солай қатарды жалғастырасыздар. Мен қатардың соңына келдім. Қатардың соңын, как обычно, 2 воздушный петлямен аяқтаймыз. Міне, бізде гүл образоваться етілді. Енді мына бірінші тоқылған столбикке қосып соединение жасаймыз да. Мына жіпті қырқып аламыз. Болды. Біз гүл жасап біттік. Енді тек артқы фонын жалғастырып тоқитын боламыз. Мынаны былай артқа қарай жасыра саласыздар. Так. Мынау петлямызды тартып аламыз да. Как обычно, 3 воздушный петлямен бастаймыз. Бір, 2, 3. Біз қазір мынаны тоқимыз. Прибавка. Біреу. И екеу. 5 воздушная петля. А жоқ, воздушная петля жасамаймыз. Міне 3 столбик с накидом жасадық. Енді мынау артындағы 5 воздушная петляға 5 столбик с накидом тоқимыз былай. Осыған былай ала береміз. 1 2 3 4 и 5. Міне. Арты образоваться етіліп жатыр. Енді мына бетіне қайтадан 3 столбик с накидом. 1 столбик с накидом. И келесіне 2 столбик с накидом жасап прибавка қоямыз.
мынау артқы жіп шатасып кетті мұнда. Енді мынаның артына қайтадан 5 столбик накидым. Артындағы 1, 2, 3, 4 и 5. Мына жерге қайтадан прибавка. 1 столбик накидым. И келесіне 2 столбик накидым. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығыңыздар. Мен қатардың соңына келдім. Бізде круг образоваться етілді. Мұнда соңғы столбик накидым тоқып болдым. Енді былай соединение жасаймын. Как обычно, мына воздушный петляның үшіншісіне соединение жасап көтеремін. Енді біз былай төртбұрышты болу үшін қазір столбик накидым, столбик без накида барлығын араластырып тоқитын боламыз. 6 столбик без накида тоқып шығамыз мына жерден. Мынау соединение жасаған жерге тоже 1 столбик с накидом тоқимыз. Ой, столбик без накида, то есть. Міне, 1 столбик без накида, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбик без накида, 1 полустолбик с накидом. 1 полустолбик дегеніміз, міне былай накид аламыз, келесі петляға кіргіземіз крючокты 3 жіп, үшеуін бірден былай өткіземіз. Осы столбик, полустолбик с накидом деп аталады. Одан кейін келесіне кәдімгі столбик с накидом. Одан кейін келесіне 2 столбик с накидом. Біреу, и осы жерге қайтадан 1 столбик с накидом тоқимыз. 1 воздушная петля. Қайтадан осы жерге 2 столбик с накидом тоқимыз. 1 и 2. Көрдіңіздер ме, бізде жайлап уже төртбұрышты форма пайда болып жатыр. Енді келесіне обычный 1 столбик с накидом. Одан кейін келесіне полустолбик с накидом. Накид аламыз, келес петляға кіргізіп, крючокта 3 жіп, үшеуін бірден былай өткіземіз. Осы бізде полустолбик с накидом. Бізде уже бұрыш пайда болды. Енді тағы да жаңағы мына жерден қайталаймыз. 6 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбик без накида тоқып шықтық. Енді полустолбик с накидом тоқимыз мына жерге. Келесіне полустолбик с накидом, столбик с одним накидом. Енді келесіне прибавка жасаймыз. 2 столбик без накида. Біреу, екеу, 2 столбик без накида, 1 воздушная петля. Қайтадан осы жерге 2 столбик с накидом. 1 и 2. Түсінікті ғой, иә? Міне. Енді келесіне тағы да столбик с накидом біреу. Қайтадан полустолбик с накидом. Полустолбик. Полустолбик с накидом. Енді тағы да 6 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жібім жетпейін деп тұр. 6 столбик с накидом, то есть без накида. Бір столбик с одним накидом. Одан кейін 2 столбик
Так, столбик с одним накидом, келесіне тағы да бір столбик, қайтадан бір столбик с накидом, бір воздушная петля, қайтадан осы жерге столбик с одним накидом тоқып шығамыз. Достар, мен мынаны кішкене өзгерттім. Мына жерге 6 столбик без накида емес, одан да көп жасадым. 13 столбик без накида жасадым, себебі менің домалағыма келмей қалды. Сіздер де өздеріңіздің формаларыңызға қарай квадрат жасауға тырыса беріңіздер. Қанша квадрат болуына жетпей жатса, столбик с накидом, без накида полустолбик қоссаңыздар болады өздеріңіздің ыңғайыңызға қарай. Мен 10 столбик без накида жасадым, одан кейін полустолбик жасадым, енді 2 столбик без накида мына жерге жасап жатырмын. 2 столбик с накидом, воздушная петля, қайтадан осы жерге 2 столбик с накидом. Міне менде енді дұрыс пайда болды круг. Круг деп бұнға. Не даты. Тағы да столбик с одним накидом, столбик с накидом. Енді полустолбик. Енді столбики без накида. Қатар біткенше столбики без накида. Мына жерге дейін столбик без накида жасаймыз. Менде визуально осы жерге дейін керек болып тұр столбик без накида. Мына жерде жаңағы полустолбикті столбики с одним накидом жасаймын. Менен бірге қарап отырыңыздар, өздеріңіздің формаларыңызға бір қарап қойыңыздар. Мен схема бойынша негізі 6 столбик без накида, одан кейін полустолбик және де 2 столбик с накидом болу керек еді, бірақ менің размеріме ондай тура келмей қалды. Сол себепті де мен өзім ойымнан қосып жатырмын. Міне 1, 2, 3 столбик, 4, 5, 6. Схема бойынша осы 6 болу керек еді, бірақ мен 6-ын мына жерде аяқтасам, менің бұрышым мына жерде болып қалады, и ол әдем болмай қалады. Сол себепті мен тағы да столбики без накида мына жерге тоқимын. 7, 8, 9 жасадым, столбик, полустолбик с накидом жасаймын, одан кейін столбик с одним накидом, 2, 1, 2, бір воздушная петля, қайтадан осы жерге столбик с накидом жасаймыз. Бізде пайда болды бұрышы. Енді келесіне столбик с накидом, полустолбик с накидом, тағы да полустолбик с накидом жасаймын әдемі көріну үшін. Енді столбик без накида жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Қатарымыздың соңына келдік. 6. Мына жерге соединение жасаймыз. Қатарымыздың басталған жері 1, 2, 3 воздушная петля. 3 емес, 2 воздушная петля жасаймыз да, келесіне полустолбик жасаймыз. 1, 4 полустолбик жасауымыз керек. 2, 3, 4 полустолбик жасадық. Енді қалғанына столбик с накидом жасаймыз. Мына қатар біткенше столбик с накидом, столбик с накидом и столбик с накидом. Тағы да столбик с накидом. Менің жүгім таусылып жатыр, достар. Енді мына бұрышқа бұрышын жасаймыз. Міне 1 столбик с накидом, 2 воздушная петля, қайтадан осы жерге 1 столбик с накидом жасаймыз. Міне, көрдіңіздер ғой. Енді келесіне, мына жерде біреу тұр, оны тоқымай қойсаңыздар да болады, тоқсаңыздар да болады. Мен тоқып жатырмын. Міне қалғанын бәріне 1, 2
9 столбик жасап шығамыз осындай. 3 4 5 6 7 8 9. Міне. Менің жіпім бітіп жатыр, достар. Бұндай түсті жіп менде уже қалмады. Сол себепті мен қазір басқа түсті жіпті қоса саламын, сіздерге түсінікті болу үшін. Бұлай жалғай салам. Мына жіппен, мына лепестоктың жібін жалғастыра салам. Басқа менде бұндай жіп болмай тұр. Біз мұнда 9 столбик накидім жасадық. Енді 4 полустолбик жасаймыз. 1 2 3 и 4. Енді мына жерге дейін мынандай столбиктер жасаймыз. Накидім кәдімгі ұзын. 1 2 3. Мынау бұрышын жасаймыз. 1 столбик накидім, 2 воздушная петля, и осы бұрышқа тағы да столбик накидім. Келесіне столбик накидім. 1 2 9 столбик жасап шығамыз. 3 4 5 6 7 8 9 столбик накидім жасадық. Бізде уже формасы әдемі пайда бола бастады. Енді 9 столбик накидім жасадық. Енді 4 полустолбик жасаймыз мұнда. 4 полустолбик. 1 2 3 4. Міне 4 полустолбик. Одан кейін мына жерге дейін столбик накидім жасап шығасыздар. Бұрышын жасаймыз. Одан кейін столбик накидім жасап өздеріңіз аяқтаңыздар. Мен қатарды қалай бастадым, солай аяқтаймыз. Қатардың соңында кездескенше. Ал достар, мен мынау квадратымды тоқып аяқтадым. 2 түрлі болып қалды. Енді айып етпеңіздер. Мына түсті жібім таусылып қалып, мына түспен тоқуыма тура келді. Егер де мынау соңғы қатарды түсінбеген болсаңыздар, өздеріңіздің қалауларыңызша тоқи беріңіздер. Столбик без накида болсын, столбик с накидом болсын, барлығымен әдем болады. Главное, мынау бұрыштарында прибавка жасайсыздар да, және де 2 воздушный петля жасайсыздар. Менің видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып ұмытпаңыздар. Достарыңызға таратыңыздар. Осындай квадраттан неше түрлі шарф, джемпер, киімдер тоқысаңыз болады. Негізі мен мына жақта неше түрлісін болғанда уже бірнешесін тоқып қойдым, бірақ именно мастер-класс түсіретін кезде менің мына түсті жібім таусылып қалды. Ренжімеңіздер енді. Осындай әдемі болып шығады.